Бүгін обедте дейтін екі балама картошка пісіріп, неден салат жасап, свекла мен алмадан күшті болып салат жасап, үстіне мед салып күшті болып іштік. Дастарханға қара нанды турап, екі балама кәшімді салып, одан таңертең көже жасағам ғой. Күріш бітіп қалған екен, перловка салдым. Перловкамен көже жасап, үстіне айран құйып, одан кейін салатымды қойдым. Мына салаттың ішіне тек қана свекламен алма қабығын алып екеуін теркадан өткіздім де енді үстіне кәдімгі таза натуральный балды салайын деп шештім. Өте дәмді, нағыз витаминный салат. Басқа ештеңе қоспайсыздар, секер, тұз деген сияқты. Тек қана осылай алма мен свекланы екеуін, қызылша дейді ғой, сол екеуін теркадан өткізіп, одан кейін мед салып араластырып жесеңіздер, өте дәмді, нағыз витаминный салат. Содан кейін барып көжемді құйып, стақанымды әкеліп, ал балалар обед жейік деп, ол жерде бәріміз отырып обедке отырдық. Өте дәмді болды. Бүгінгі обед біздерге ас болсын.